Конституциялық кеңес өзінің толық құрамында кеңесе отырып ақтық шешім қабылдады. Тұрғын үй қатынастары туралы заңының 107 бабының 8 тармақшасын конституциялық емес деп танылсын. Қазақстан Республикасының үкіметіне азаматтардың тұрғын үй құқықтарын неғұрлым толықтан қамтамасыз ету мақсатында тұрғын үй қатынастары туралы заңына конституциялық кеңестің құқықтық ұстанымдарына сәйкес өзгерістер мен толықтыруларға бастамашылық жасау туралы ұсыным берілсін. Соттар және басқа да құқық қолдану органдары қажетті нормативті құқықтық шаралар қабылданғанға дейін Қазақстан Республикасы Конституциясының тікелей қолданылуын қамтамасыз етсін және кері күші жоқ осы нормативті қаулыны басшылыққа алсын. Уважаемые участники, Конституционный совет в полном составе принял окончательное итоговое решение. Конституционный совет полагает, что в целом возможность выселения лиц из арендованного жилища является одним из способов недопущения необоснованного использования нанимателями государственных жилищных гарантий. Однако такое решение правоприменительных органов должно приниматься не по факту приобретения собственности другого жилья, а на основе общих положений Конституции и с учетом законных интересов граждан каждой конкретной ситуации. Конституционный совет считает, что при выселении должны приниматься во внимание количество членов семьи нанимателя, площадь арендуемой и приобретенной квартиры, нормы представления жилья и иные обстоятельства. Вместе с тем, структура данной правовой нормы не позволяет обеспечить ее единообразное понимание и применение, что влечет ущемление конституционных прав граждан. В этой связи Конституционный совет признал оспоренную судом норму неконституционной и рекомендовал правительству внести поправки в закон о жилищных отношениях в этой части. Особую значимость заседанию придало участие первого президента Республики Елбасы, пожизненного члена Конституционного совета Нурсултана Абишевича Назарбаева. Конституциялық құқығымды пайдаланып мен тұңғыш рет бүгін келіп отырмын. Елдің нағыз көкейтесті мәселесі тұрғын үй деген қазір халықтың ойындағы бар, жете алмай жүрген үміті бар, көп халықтың арасында әңгіме көтеретін мәселе. Біздің конституциямызға 25 жыл болады. Бүкіл халық борып, референдумда қабылданған біздің ата заңымыз бүкіл мемлекеттік құрылымдардың, қоғамдық, саяси және басқа органдардың халықпен қарым-қатынастың негізгі принциптары сол жерге айтылған. Соның бірі Қазақстан халқы мемлекеттік биліктің қайнар көзі деп жазылған. Біздің мақсатымыз нақты проблемаларды шешу болып табылады. Осындай келеңсіз жағдайда конституциялық кеңес қарап, жөндеп отыру керек. Сол үшін құрылған. Заңнамалық базаны жетілдірудің мемлекеттік әлеуметтік саясат аясында мәні өте ерекше. Бүгін меніңше маңызды шешім шығардық. Бұл бір семьяның басындағы жағдай болғанменен бүкіл халыққа маңызы бар нәрсе деп санауға болады.